Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен балықтың уылдырығынан жасалатын котлеттің екінші рецептімен бөлісетін боламын. Құрамы, дайындалу жолы өте қарапайым, барлығы қолжетімді бағада. Ендеше менімен бірге видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізге қажет заттар: уылдырық балықтың және сәбіз, бір сәбіз, бір пияз, 2 чеснок, қара бұрыш, тұз, 2 жұмыртқа және ас содасы қажет болады. Ең алдымен бізге балықтың уылдырығы қажет болады. Балықтың уылдырығын жақсылап жіптерінен, жилкаларынан, клёнкаларынан тазалап аламыз. Немесе ситадан өткізіп алсаңыздар болады. Оған бір сәбізімізді теркадан өткізіп саламыз. Және тұзымызды, бұрышымызды, яғни 1 шай қасық тұз, дәміне қарай қара бұрыш және 2 ас қасық ұн қосып, және 2 жұмыртқамызды қосып жақсылап араластырамыз. Сәбізімізді теркадан өткіземіз және 2 сарымсағымызды және 2 орташа көлемдегі пиязымызды кубиктап турап, оны да қосып саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Онда мен 4 ас қасық қостым, өйткені массасы 400 граммға жуықтай болғандықтан 4 ас қасық қостым. Егер сіздерде уылдырығыңыз, сәбізіңіз барлығы 200 граммдай болып жатса, ол кезде 2 ас қасық та жеткілікті. Мен 4 ас қасық ұн қостым. Барлығын жақсылап араластырып, блендердің көмегімен езіп аламын. Қызып тұрған майымызға қасықтың көмегімен 2 жағын пісіріп аламыз. 2 жағын аунатып пісіріп аламыз. Бір жағына 2,5-3 минутта піседі, екінші жағына да 2,5-3 минутта піседі. Яғни бір котлеттің пісуіне 5,5-6 минуттай уақыт кетеді. Осылай қайталап отырып, 2 жағын пісіріп аласыздар. Жасалу жолы өте оңай, өте қарапайым және өте пайдалы, өте дәмді. Жасап көріңіздер, ас болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.